Мобилді қосымшаны жасау үшін қандай технологияларды білу қажет? Мен қазір өзімнің тәжірибемен бөлсем, бұл жерде сізге құрал саймандарды нені үйрену қажет, соның барлығын айтам. Бірінші кезекте программалау тілдері, соның ішінде бұрын мен алғаш рет жазған кезде Java-да істедім, одан кейін Kotlin-де. Қазіргі кезде ең топ ол Flutter. Егер сіз мобильді разработчик болғыңыз келсе, онда Flutterді үйреніңіз. Бірақ егер сізге жұмысқа тұру қажет болса, онда Flutter жақсы идея болмауы мүмкін. Себебі көптеген жерлерде әзірге Java мен Kotlin актуалды. Өзіңіздің проектіңізді жасауға әрине Flutter, мен өзім тек қана Flutterді ұсынам. Flutter деген ол программалау тілі емес, ол программалық сондай платформа десе де болады, фреймворк дейміз бе, қалай болады. Оның ішінде Dart программалау тілі қолданылады. Dart программалау тілі өте қарапайым, JavaScript білетін болсаңыз, немесе басқа кез келген Java, Kotlin өте ұқсас, бір-біріне өте ұқсас. Мен өзім мысалға Dartты үйренген жоқпын, бірден Flutterдан бастап кеттім, ол жерде бәрі түсінікті. Одан кейін сервердің технология. Мобильді қосымша жасағаннан кейін, соның ішінде қолданушылар тіркеледі, посттар салса, соны сақтайтын жер, немесе қолданушылардың ақпаратын сақтайтын жер керек. Деректер базасы, сол сияқты чат істейтін болсаңыз, real time немесе файлдарды сақтайды, сурет, видео бәрін сақтайтын жер. Соған арналған ең қарапайым жер бұл Firebase. Ол жерде машиналық оқытудан бастап әртүрлі деректер базасына дейін бар, Firestore деген секілді, және суретті, видеоны сақтауға арналған өздерінің арнайы сторидждері бар. Қосымша аналитикамен жұмыс жасауға болады, remote config деген мүмкіндік бар, AB тест жасауға болады, crash аналитика жасауға болады, приложениенің қай жері crash болды, яғни қате шықты, соның барлығын бақылап отыруға болады. Бұл өте керемет инструмент. Енді бұны бэкенд ретінде қарастыруға болады. Бірақ сізде крупный проект болса, немесе сода жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл қатты сол жердегі деректер базасын қолдану бұл қатты жақсы идея емес, ол жерде шектеу бар. Бірақ мен әзірге соны қолданамын, кейін басқасына көшуім мүмкін. Одан кейін құрал саймандарды өткеннен кейін бізге компьютерде қандай программалармен жұмыс жасаймыз мобильді қосымша жасау үшін. Егер Flutter болса, бұл VS Code-пен жұмыс жасауға болады, және соның ішінде мен өзім қолданатыным VS Code-ны мен көп қолданбаймын. Көп емес, мен вообще қолданбаймын, бірақ қолдануға болады. Мен тек қана Android Studio'ны қолданамын. Сіз өзіңіз білесіз, екеуін де қолданып көріңіз, қайсысы ыңғайлы, сол жерде код жазуға болады. Мен көзқарасым бойынша Android Studio ыңғайлы. Бұл құрал саймандар мобильді қосымша жасауға жеткілікті. Және бұл мобильді қосымша егер Flutter'да жасайтын болсаңыз, бұл Android-қа жасайсыз және iOS-қа жасайсыз. Себебі бұл кросс-платформалы. Бір жерден код жазасыз, ол iOS-қа дайын, Android-қа дайын. Кейін жасап болғаннан кейін Play Market пен App Store-ға жариялайсыз. Қалай жариялау қажет деп жазатындар бар. YouTube-та дофига видео бар. Кез келген ашып қарауға болады. Бәрі актуалды. Бәрі емес, соңғы шыққандарын қараңыз. Себебі Play Market-тің Play консолы жетілді жақында, жаңа версия шықты, кішкене өзгерістер бар. Сондықтан сол түсініксіз болып қалуы мүмкін. Google-ге публикат приложение в Google Play консол немесе Publish Android App in Google Play деп жазсаңыз, дофига видео шығарады, соны кез келген қарауға болады. Жаңағы үшеуі тек қана сол мобильді разработчиктерге маңызды. Яғни қандай технология, мен өзі Flutter'ды ұсынамын, оның ішінде Dart программалау тілі. Одан кейін бэкенд ретінде Firebase топ, қазір жылдам тез бастап кетуге болады. Одан кейін код жазатын редактор VS Code немесе Android Studio. Осыларды үйренесіз. Әрине редакторда қондырасыз, Android Studio керек болса Android Studio, одан кейін сол жерге Flutter'ды орнатып әрі қарай жұмыс жасап кете беруге болады.